Қайырлы күн достар, бүгін ангинаның емі жайында айтамыз. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Ангина дегеніміз бұл бадамша бездерінің қабынып ісіну салдарынан пайда болатын ауру. Негізгі белгілері дене температурасының жоғарылауы, тамақтың ауырсынуы, тамаққа тәбеттің болмауы, жұтынған кезде ауырсыну, бас ауыру, жалпы қалтырау белгілерімен көрінеді. Ангинаны емдеу үшін біз тамақты міндетті түрде шаюымыз керек. Күніне 5-6 рет. Біз қолданатын 3 түрлі шаюға арналған ерітінділер бар. Олардың ең алғашқысы бізге 200 мл жылы су, қайнаған жылы су және де сол жылы суға 1 шай қасық сода, 1 шай қасық тұз және де 3 тамшы йодты араластырып, жақсылап күніне 5-6 рет шаюыңыз керек болады. Бұл бірінші тәсіл. Екінші тәсіл, бізге фурацилин таблеткасының 2 данасы және де 200 мл жылы су керек болады. Бұл да 5 рет шаюмен күніне 5 күнге дейін созылады. Келесі әдіс, ромашканы аламыз, содан тұнба жасауымыз керек болады. 200 мл жылы суға 2 қасық ромашка салып, тұнба жасап, күніне 5-6 рет шаясыздар. Егер де тамақта осындай іріңдеген сары дақтар көретін болсаңыздар, бұның емі шаюмен жазылмайды, антибактериалды ем қолданылады, дәрігерге көрінесіздер.